Сәлем достар, бүгін сіздерге моцарелла сырының рецептімен бөлісемін. Егер отбасыңыз пиццаны жақсы көрсе, осы моцарелла сырын қолдансаңыз, пиццаңыз өте дәмді шығады және де соғылмалы әдемі көрінеді. Менің каналыма тіркелуді, лайк басуды, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Лимоныңызды кесіп, соғын шығарамыз. Сүтті қайнатамыз. Қолымыз келмейтін температурада қайнауы керек. Сүтті үздіксіз араластырып тұрып, үлкен қасықпен лимон соғын құйып, үздіксіз араластырамыз. Дұршылаққа сүзіп аламыз, іртік-іртік творог сияқты шығады. Үстін басып сығамыз. Ыстық суға салып моцарелла формасына келтіреміз. Егер сіз жұмсақ моцарелла қаласаңыз, осылай дайындасаңыз болады. Моцарелла өте дәмді шығады, жасап көруге кеңес беремін. Осы рецепті жасап көрсеңіз, комментарийге пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз.